Көп адамдар менен өзіңді қалай жақсы көруге болады деп сұрайды. Луиза, сен өзіңді қалай жақсы көресің дейді. Мен бұл туралы үнемі айтып жүргендіктен, өзімді жақсы көруді үйренуге арналған тізім жасадым. Қазір ол тіпті постер мен ашық хат түрінде де бар. Бұл тізімдегі бірінші пункт – барлық сын пікірді тоқтату. Барлық сын пікірді. Оны дәл қазір және мәңгіге тоқтатыңыз. Өзіңізге уәде беріңіз. Осы сәттен бастап ең алдымен өзіңізді сынауды, ал кейін басқа адамдарды сынауды барынша тоқтатуға тырысасыз. Өзіңізді сынауды доғарған кезде, басқаларды сынауды тоқтату әлдеқайда оңай болады. Енді тізімдегі екінші пункт – өзіңізді қорқытуды доғару. Міне, осы жерде біз қорқынышқа келеміз. Сіз өз ойларыңызбен өзіңізді қаншалықты жиі үрейлендіресіз. Сіз абсолютті қорқынышқа берілесіз. Ал мұның бәрі тек сіздің ойларыңыздың кесірінен болады. Айналада ешкім ештеңе істеп жатқан жоқ. Кейде бұл отбасынан қалған ескі мінез құлық үлгісі. Кейде жаңа қорқыныштар пайда болады. Мұнда отырған адамдардың қаншасы жер сілкінісінен шын мәнінде қорқады. Ал сіз өзіңізді қаншалықты жиі осылай қорқытасыз. Біз өзімізді қорқытудың қаншама жолын табамыз. Мен адамдардан сұрағым келеді. Уақытыңыз болғанда қорқынышыңыздың тізімін жасаңыз. Барлық қорқынышыңызды жазыңыз. Содан кейін әрбір қорқынышты позитивті аффирмацияға айналдыруға мүмкіндік беріңіз. Әрбір қорқынышты оң нәрсеге өзгертіңіз. Және мынаны есте сақтаңыз. Сіз әрқашан жағдайды басқарасыз. Сіз әрқашан жағдайды басқарасыз. Бір ғана кездейсоқ ойдың маңызы аса үлкен емес. Ойларды су тамшылары сияқты елестетіңіз. Егер үстелге бір тамшы су тамса, бұл аса маңызды емес. Бірақ сіз тамшылата берсеңіз, үстел суға толады. Сосын еденде шалшық пайда болады. Кейін кішкентай тоған, ал соңында тұтас бір көл немесе тіпті мұхит пайда болуы мүмкін. Біздің ойларымызбен де солай. Біз негатив теңізіне батып кетуіміз мүмкін. Немесе өмір мұхитында еркін жүзе аламыз. Бұл тек өзімізге байланысты. Ойларымыз жинала береді. Қазір сіз қай жерде тұрсыз? Кішкентай шалшықта ма? Әлде су тізеден, белден асып, жүзуге мәжбүр болып жатырсыз ба? Сонда сіз өзіңізбен не істеп жүрсіз? Біз ойлауымызды өзгертуге дайын болған кезде, өз тәжірибемізді де өзгерте аламыз. Тіпті негативті ойлардан үлкен шалшық болса да. Сіз әрқашан басқа жаққа өтіп, саналы әрі позитивті ойлардың шалшығын жасай аласыз. Сіз әрдайым бір нәрсені өзгерте аласыз. Сондықтан қорқынышты ойларын позитивті аффирмацияларға айналдырыңыз. Олар сіз үшін жұмыс істесін.